Сәлеметсіздер ме? Мен Ғабит Динара, Қарағанды облысы білім басқармасының нөмірі 10 арнайы мектеп-интернатының музыка және ырғақ пәні мұғалімімін. Педагог сарапшы. Музыка және ырғақ сабағында функционалдық сауаттылықты арттыру. Мақсатым музыкалық орындаушылық дағдыларды қалыптастыру. Музыкалық шығармаларды кеңейту, музыкаға сәйкес қарқынды және айқын қозғалу қабілетін дамыту. Қозғалысын музыка қарқынымен, ырғағымен сәйкестендіру. Ептілік, тепе-теңдік, кеңістікке бағдарлау, қозғалысын түзулігін қалыптастыру. Музыка сабағында ерекше балалармен әртүрлі әдіс-тәсілдермен қолданамын. Мысалы, ән айту үшін ноталарды еске түсіре отырып, пианино көмегімен дауыс жетілдіреміз. Караоке арқылы ән айтамыз. Оркестр ойнаймыз, ырғақты жаттығулар жасаймыз. Ал ырғақ сабағында балалардың ерекшеліктерін ескере отырып, денеге арналған, тынысқа арналған жаттығулар жасаймыз. Музыкалық аспаптармен және спорт жабдықтарын көмегі арқылы би қимылдарын орындаймыз. Аталған тәсілдер арқылы музыка және ырғақ сабақтарында музыканы тыңдай білуге, биге деген қызығушылығын арттырамын. Сөздік қорын дамытып, дыбыстарын дұрыс айтуын қадағалаймын. Музыка және ырғақ сабағында оқушылардың ерік-жігер қасиеттерін қалыптастырады. Қимыл қозғалыс, іскерлік дағдыларын дамытады. Ептілікке, икемділікке, жылдамдылыққа және күштілікке тәрбиелейді.